Шағбан айының 13-і, 14-і, 15-і күндері, яғни 2026 жылдың ақпан айының 1-і, 2-сі, 3-і ұсталатын нәпіл ораза үлкен сауапқа жол. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Шағбан айының жартысы толғанда түнін намазбен, күндізін ораза ұстаумен өткізіңдер. Өйткені Аллах тағала күн ұясына батқанда кешірім тілеуші бар ма, кешірейін, ризық сұраушы бар ма, ризық берейін, ауру сырқауға ұшыраған бар ма, шипа берейін, қане, не сұраушы бар деп таң шапағы атқанға дейін рақымын төгеді деген. Сіз бұл туралы білдіңіз бе? Арнаға тіркеліп, комментарий жаза кетіңіз. Бүгін біз өте маңызды, бірақ кейде мән бермей өте шығатын бір ғибадат жайында сөз қозғаймыз. Ол Шағбан айының 13-і, 14-і және 15-і күндері ұстайтын нәпіл ораза туралы. Бұл күндер айдың толып тұрған уақыты, аспанда ай жарық болып көрінетіндіктен ақ күндер деп аталған. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай деген: әр айдың 13-ші, 14-ші және 15-ші күндері ораза ұстау бір жыл бойы ораза ұстағанмен тең. Яғни ай сайын осы 3 күнді ұстап жүретін адам жыл бойы ораза ұстағандай сауап алады. 3 күн ораза 30 күндік сауап. Аллах тағала өзінің мейірімі мен аз амалды көп сауапқа айналдырып береді. Неге әсіресе Шағбан айында? Шағбан Рамазанға дайындық айы. Айша анамыз радиаллаху былай дейді: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шағбан айында басқа айларға қарағанда көбірек ораза ұстайтын. Тағы бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: Шағбан адамдар көп мән бермейтін ай. Осы айда амалдар Аллаға көтеріледі. Мен амалдарым Аллаға ораза ұстап тұрған күйде көтерілуін қалаймын. Демек, бұл айда ұсталған оразаның орны ерекше. 13-і, 14-і, 15-і күндердің ерекше сыры. Бұл күндері жақсылықтың сауабы еселенеді, күнәлардың кешірілуіне себеп болады, жүрек жұмсарады, нәпсі тәрбиеленеді. Рамазанға рухани дайындық басталады. Көп адам Рамазанға келгенде кенеттен оразаға көшу қиынға соғады. Ал осы 3 күнді ұстап жүрген адам үшін Рамазан жеңіл өтеді. Оразаның рухани пайдасы. Ораза тек аш жүру емес. Ораза сабырды үйретеді, тілді жаман сөзден қорғайды, көзді харамнан сақтайды, жүректі тазалайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан: ораза қалқан, яғни ораза адамды күнәдан қорғайтын қорған. Ауыр болса да ұстауға тырысу. Кейде шайтан: шаршайсың, қиналасың, кейін ұстайсың деп сыбырлайды. Бірақ біз ұмытпауымыз керек: жәннат қиындықтың артында, тозақ нәпсінің соңында. Бір күнгі ораза үшін Алла сансыз сауап береді. Хадисте: кім Алла жолында бір күн ораза ұстаса, Алла оның жүзін тозақтан 70 жылдық қашықтыққа алыстатады делінген. Ниет қалай айтылады? Ниет жүректе болады. Мысалы, Алла разылығы үшін Шағбан айының нәпіл оразасын ұстауға ниет еттім. Сәресіге тұру ниетке жеткілікті. Осы күндері қосымша не істеуге болады? Көбірек истихфар айту, салауат айту, Құран оқу, ата-анаға дұға ету, ренжіскен адамдармен татуласу, садақа беру. Кішкентай амал үлкен нәтиже береді. Өзіңізден бастаңыз, өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз: соңғы рет қашан нәпіл ораза ұстадым? Соңғы рет қашан Алла үшін өзімді қинадым? Егер бүгін бастасақ, кеш емес. Аллах тағала былай дейді: ей құлдарым, маған бір қадам жақындасаңдар, мен сендерге 10 қадам жақындаймын. Қорытынды: Шағбан айының 13-і, 14-і, 15-і күндері жоғалтпайтын мүмкіндік. 3 күндік сабыр, 3 күндік сауап. Алла бізді осы күндері қадірлейтін нәпіл амалдарға ынталы құлдарынан етсін. Дұға: уа Алла, бізге осы қасиетті күндері ораза ұстауды нәсіп ет, амалдарымызды қабыл ет, күнәларымызды кешір, Рамазанға аман есен жеткіз, жүректерімізді туралықтан нық ет. Әумин. Егер сізге бүгінгі тақырып пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарийға «Нәпіл ораза ұстайсыз ба?» жаза отырыңыз.